Баршаңызға сәлем достар. Сіздермен бірге ерекше тағамдар әлемі. Достар, бүгін сіздерге дәл фастфудтағыдай кереметтей іші жұмсақ болып пісетін, баршамыздың сүйіп жейтін картошка фриді қалай әзірлеу керектігін көрсететін боламын. Өздеріңіз білетіндей, тек қана картошкаңыз болса жеткілікті. Ендеше бастайық. Достар, ең дәмді фриді жасаудың құпиясы біз осы картошкаға температуралық шок жасауымыз керек. Бұл не деген? Яғни ең алдымен картошкамызды ашып, турап аламыз қажетінше соломка қылып, содан кейін крахмалын шығару үшін салқын суда бірнеше рет шаюымыз қажет болады. Температуралық шоктың не екенін білгіңіз келсе, видеоның соңғы жағында барлығын анық, нақты түсіндіретін боламын. Мінекей, осылайша керекті мөлшерде соломкаға турап алдық. Енді крахмалын шығару үшін салқын суда бірнеше мәрте дұрыстап шайып алуымыз қажет. Осылайша крахмалынан жуып алғаннан кейін бірден отқа қойып, салқын суды картошкамызды саламыз. Және осылайша қайнап бастаған кезде лезде оттан алып, бірден салқын суға шайып алуымыз қажет. Осы сәл ғана қайнағанның арқасында қазір біз майда қуырған кезде картошка фриіміздің, яғни іші сондай жұмсақ, керемет болып пісетін болады және көп уақытты талап етпейтін болады. Осылайша қатты мұздай суда бірнеше мәрте шайып сумен мұздатып аламыз. Содан кейін мұздатылғаннан кейін картошкамызды осылайша бір ас қасық тұз, бір ас қасық шекер салынған қоспаға 5-10 минутқа салып қоя тұрамыз. Сол кезде біздің картошкамызда ерекше дәм пайда болады. Достар, каналыма тіркеліп, лайк басуды және өз пікірлеріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен кері байланыс мен үшін өте маңызды. Осылайша 5 минут өткеннен кейін суын төгіп тастап, картопымызды мата сүлгінің үстіне қойып құрғатып алатын боламыз. Үстін қағаз сүлгімен басып алсаңыз тезірек құрғайды. Содан кейін 2-3 сағаттың көлемінде мұздатқышқа салып қатырып аламыз. Мінекей достар, 3 сағаттан кейінінде картошкаларым қатты, осы сәтті пайдаланып, қызып тұрған майға салып, фриімізді қуырып алатын боламыз. Достар, міндетті түрде майыңызды алдын ала қыздырып алыңыз. Содан кейін бірден салып, бар болғанына 1-2 минуттың ішінде картошка фриіңіз пісіп шығады. Себебі оның алдында біз қайнағанша суға салып алдық қой, соның әсерінен біздің картошкаларымыз тез піседі. Мінекей достар, фастфуд кафелеріндегі фриден де асып түсетіндей картошка фриіміз дайын болды. Үстіне сәл ғана тұз сепсеңіз де болады. Кетчуппен немесе өзіңіз қалаған соуспен ұсынсаңыз, кереметтей балаларыңыз қуанатындай ас дайын болады. Видеомды соңына дейін қарағаныңызға рахмет.